Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Дәмі деген тіл үйреді, тура сникерс шоколадындай болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, үстіне қант қосамыз. Ертілген сары майымызды қосамыз, және де жақсылап тұрып араластырамыз. Енді бір шетке ысырып, құрғақ ингредиенттерімізді бөлек араластырып алатын боламыз. Осылай електен өткізіп аламыз. Ұнымызды, какаоны және қопсытқышты жақсылап тұрып араластырамыз. Енді бұсылай біртіндеп қосып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді формамызды аламыз. Оған пергамент қағазын төсейміз. Менде диаметрі 24 сантиметрлік, сіздер 22-20 сантиметрлік алсаңыздар да болады. Осылай үлкен бөлігін астыңғы бөлігіне жайып аламыз. Кішкентай бөлігін осылай жан-жағына орналастырып шығамыз. Үстіңгі бөлігін осылай шанышқымен тегістеп алыңыздар. Енді осы қамырымызды холодильникке қоя тұрамыз. Енді ішкі салмасын дайындайтын боламыз. Осындай варенканы аламыз. Сапасы жақсысын алыңыздар. Соның үстіне жаңғақ қосамыз. Егер сапасыз болса, ол еріп кететін болады. Сол себептен сапалы варенка таңдағандарыңыз дұрыс болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз да, жаңағы қамырымыздың үстіне орналастырып шығатын боламыз. Осылай жақсылап тегістеп алдыңыздар, біркелкі етіп. Сосын барып, біз жаңағы 180 градусқа шамамен бір 30-35 минутта осылай пісіріп алатын боламыз. Алдын ала духовкаларыңызды қосып қойғандарыңыз дұрыс болады. Кез келген нәрсені алдын ала духовкада қызып тұрған күйінде салу қажет. Сонда сіздердің жаңағы пирог болсын, торт болсын, сонда жақсы көтерілетін болады. Енді біз үстіңгі шоколадный помадканы жасайтын боламыз. Біз оған сары майға шоколадты қосамыз. Водяной баняда болсын ертіп алыңыздар. Өздеріңізге ыңғайлы болып, микроволновкада болса да болады. Осылай жақсылап ертіп алғаннан кейін үстіне үгітілген жаңғағымызды саламыз. Және де жақсылап тұрып араластырамыз. Енді помадкамызды осы пирогымыздың үстіне біркелкі етіп жағып шығыңыздар. Сосын барып тоңазғышқа қойып қойыңыздар. Ол әбден суып, қатуы қажет. Жақсылап суып қатса, ол өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде толықтай суытып алыңыздар. Міне біздің пирогымыз дайын достар. Осылай шаймен ұсына берсеңіздер болады. Дәмі тіл үйреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.
сіздермен болған әйгерім.